жаңалықтар топтамасынан көретіндеріңіз. Ауыл тұрғындарының техникалары жанып кетті. Шығынды кім өтейді? Ұрығыз іздестірілуде. Қаскелең қаласындағы сауда орындарының бірінде сатушының ұялы телефоны жоғалған. Жаңа жыл мерекесін тойлау басталып кетті. 20 желтоқсанда аудан әкімі қала шыршасының шамын жақты. 19 желтоқсан күні Қаскелең қаласындағы сауда орындарының бірінде сатушының ұялы телефоны жоғалған. Іздеу барысында дүкен бейне камераларының жазба қорында сақталған көрініс көпшіліктің таңданысын туғызған. Себебі мұнда жап-жақсы киінген көрікті бойжеткеннің сатушы үстеліне жақындап келіп, телефонды әдейі ұрлап алып қалтасына салғаны анық көрінген. Ұрығыз кім? Оны анықтау үшін зардап шегуші әлеуметтік желі арқылы бойжеткеннің суретін таратты. Қылмыскердің атын нақты атап, түсін түстейтіндер табылмағанымен, пікір қалдырушылар сұғанақ қолдың жұмысқа әрекетіне өткір сынға алды. Біреулер қызды қатаң жазалауды ұсынса, екіншісі соңғы кезде ұрлыққа көбінесе қыздар баратынын алға тартып, оны алда келе жатқан мерекелермен байланыстырды. Міне өрімдей жастарымыздың, оның ішінде қыз балалардың істейтіндері сұмдық. Камера болмаса ешқашан мойындамас еді. Аямау керек мұндайларды, жазалау керек. Сонда келесі жолы жасамайды. 18 желтоқсанда Қарасай ауданына қарасты Жандосов ауылында электр тоғының ақауынан, яғни желідегі тоқ қуатының күрт әлсіреуінен кейбір тұрғындардың тұрмыстық техникалары күйіп кеткен. Ол жөнінде қиын жағдайға тап болған жандосовтықтар әлеуметтік желіде дабыл қағып көмек сұрады. Постқа пікір қалдырушылардың да ойы сан түрлі болғанымен, барлығы бұл шығынның өтелуіне күмән келтіретіндіктерін алға тартты. Сонымен қатар мұндай жағдайға тап болушылардың көп екені де белгілі болды. Ал жергілікті әкімдік пен басқа да құзырлы органдар тарапынан тұрғындардың жан айқайына ешқандай жауап қайтарылған жоқ. Жақында Қаскелең қаласындағы мектептердің бірінде бастауыш сыныпта оқитын оқушы жоғалып, жергілікті тұрғындарды дүрліктірді. 10 жасар бала түскі сағат 12 шамасында үйден шығып кетіп, қайта оралмаған. Оның өміріне алаңдап дабыл қағушылар Қаскелең KZ Инста парақшасынан ақпаратты тезірек тарату жөнінде көмек сұраған. Ертеңінде баланың әпкесі оның табылғанын жазып, Қарасай ауданының ең белсенді әлеуметтік парақшасына алғысын айтқан. Оқырмандар бұл отбасының қуанышын бөлісіп, бірі баламен жиі әңгімелесіп, көп көңіл бөлу керектігін сөз еткен. Белгілісі бала дін аман, туысқандарына кетіп қалған екен. Жаңа жыл тек қана уақыт өлшемі болғанымен, адамдар келер жылдан мол үміт күтеді. Жай ғана шырша жағу үрдісінің өзін адамдар үлкен мерекеге айналдырып алған. Сондай мерекелердің бірі бүгін Қаскелеңде де өтіп жатыр. Жылдағыдай емес, биыл шырша аудандық мәдениет үйінің алдына тігілді. Бұл өзгерісті аудан әкімі Жандарбек Далабаев барлық мәдени шаралар өнер ордасының жанында болғаны дұрыстығымен түсіндірді. Салтанатты рәсімге жиналғандарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтап, шырша шамдарын жақты. 2019 жыл табысты жыл болсын бәрімізге. Бәріңіз сол ойлаған мақсаттарыңызға жетіп, жақсы болуына мен шын жүректен тілектеспін. Ауданымызға танымал өнер жұлдыздары мен кішкентай бүлдіршіндер өз өнерлерін ортаға салып, көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Сонымен қатар бұл мерекеде аяз аталар мен ақшақарлар көптеп жиналыпты. Олар да ортада би билеп, думанды кешке барынша ат салысты. Құттықтауын ала келген басты аяз ата ауданымыздың мәдениет саласында ұзақ жылдар бойы қызмет етіп жүрген Қонақбай Жалмаханов. Сахна сыртында біз Қонақбай атаны біраз әңгімеге тарттық. Жалпы өзіңіздің аяз ата болып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Осы Қарасай ауданында 11 жыл болыпты. Көктемде Қыдыр ата боласыз, жаңа жылда аяз ата боласыз. Ата болғаннан шаршаған жоқсыз? Жоқ, ата болғаннан шаршамаймыз. Халқымыз аман болып, Қызыр ата болып батасын беріп жүрсек, еліміз аман болса, жұртымыз тыныш болса, біз шаршамаймыз. Халыққа қандай тілек айтасыз? Халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Елбасымыз аман, мерекелі, берекелі жыл болсын. Есігімізден енгелі тұрған 9 жылының басты қағидасы еңбекқорлық екен. Бұл бизнесті дамыту үшін де, қызметте өсу үшін де жемісті жыл болады деп болжам айтылуда. 9 жылында баршаларыңызға табыс тілеймін, бай қуатты болыңыздар. Ал мерекелік шараны көз тартарлық от шашу түйіндеді. Бүгінгі мереке
осылай көтеріңкі көңіл күй мен қуанышқа толы болды. Қаскелең KZ ұжымы да барша қарасайлықтарды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтайды.